Сәлеметсіңдер ме балалар, математика 4-ші сынып 23-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 10, 100, 1000 сандарына ауызша көбейту және бөлуді үйренесің. Бірінші есеп, есептеулерді қара. 1000-ға көбейткенде сандар қалай өзгереді? 10 000-ға көбейткенде ше. 1000-ға бөлгенде сандар қалай өзгереді? 10 000-ға бөлгенде ше. 3 пен 1000-ның көбейтіндісі 3000. 3000 мен 1000-ның бөліндісі 3. 3000 мен 3-тің бөліндісі 1000. 5 пен 10 000-ның көбейтіндісі 50 000. 50 000 мен 10 000-ның бөліндісі 5000. 50 000 мен 5 000-ның бөліндісі 10 000. Есіңде сақта. Санды 10-ға, 100-ге, 1000-ға, 10 000-ға, 1 миллионға көбейткен кезде көбейткіштің соңында қанша 0 болса, көбейтіндінің оң жағында сонша 0 тіркеледі. Санды 10-ға, 100-ге, 1000-ға, 10 000-ға, 1 миллионға бөлген кезде бөлгіштің соңында қанша 0 болса, бөлгіштің оң жағына сонша 0 алынып тасталады. 3 пен 10-ның көбейткенде енді қараңыздар, санның оң жағына 3 0 түсті. 3000 мен 1000-ды бөлген кезде бөлгіштің соңында 3 0 қысқарды. Осы ережені балалар ұмытпаңыздар. Екінші есеп. 10 миллионға 100 миллионға көбейту және бөлу ережесін құрастыр. Санды 10 миллионға көбейткенде санның оң жағына 7 0 тіркеледі. Санды 10 миллионға бөлген кезде бөлгіштің соңында 7 таңба қысқарады. Санды 100 миллионға көбейткен кезде санның оң жағына 8 0 тіркеледі. Санды 100 миллионға бөлгенде бөлгіштің соңында 8 таңба қысқарады. Екінші ә. Есепте және тексер. 18-ді 1000-ға көбейткенде 18 000. 41-ді 100 000-ға көбейткенде бізде 4 миллион 100 000 шықты. 48 000-ді 1000-ға бөлгенде 48. 8 000-ді 10 000-ға бөлгенде 800. 700 000-ді 10 000-ға бөлгенде 70. 3 миллионды 1 миллионға бөлгенде 3 шығады. Енді мына жерде қарап отырыңыздар. Қысқарған тексеруінде 18 миллионды 1000-ға бөлгенде 3 0 қысқарды, екеуінен де 18 қалды. Келесі бізде 4 миллион 100-ді қысқартқан кезде оны бөлеміз. 100 000-ға бөлген кезде 5 0 бар. Мына жақта да 5 0 қысқарып 41 болды. Осылайша осы ережені есте сақтаңыздар. Үшінші есеп, есептеулерді қалай орындайтыныңды түсіндір. Есепте 9 көбейту 8000 тең болады. 9 мен 8-дің көбейтіндісі 72. 10-ны 1000-ға көбейтсек 72 000. Яғни нөлдерді тіркеу арқылы көбейтуі. 7 мен 90 000-ды көбейтіндісі әуел 7 мен 9-ды көбейтіп аламыз. Оған 10 000-ды қосса, 10 000-ға көбейтсек 630 000 шығады. Келесі есеп бізде 32 000-ді 400-ге бөлеміз. 320-ны 4-ге бөлсек 80, нөлдерді қысқартып тастап, өзімізге оңайлатып аламыз. 32 000-ді бөлеміз 4 000-ға, нөлдерді қысқарту арқылы 32-ні 4-ге бөлеміз 8. 45 000-ді 50-ге бөлсек, 50-де бізде бір-ақ 0, сондықтан 45 000-нан 1 0-ді қысқартамыз. 4500 бөлу 5 900. 45 000-ді 500-ге бөлеміз. 500-де 2 0 болғандықтан біз 2 0-ді қысқартамыз. Сонда 450 мен 5-ді бөлеміз 90. Төртінші есеп. Арман мен Серік ересектерге қоймадағы жәшіктерді тасуға көмектесті. Кішкентай жәшікті тасуға Серік 1 минут, ал Арман 3 минут уақыт жұмсады. Оның есесіне үлкен жәшікті Арман 5 минутта, ал Серік 6 минутта жеткізді. Олар барлығы 10 үлкен және 10 кішкентай жәшік тасулары қажет. Олар мұны қалай аз уақытта орындай алады? Серік кішкентай жәшік 1 минут, үлкен жәшік 6 минут. Арман кішкентай жәшік 3 минут, үлкен жәшік 5 минут. 10 үлкен қанша минутта? 10 жәшік 1 минутта 10 минут. Серік кіші жәшік 10 жәшік 5 минут, 50 минут. Арман үлкен жәшік 10 минут қосу 50 тең 60 минут тең болады. 1 сағат 1-ге. Арман мен Серік 1 сағатта қоймадағы барлық жәшіктерді тасиды.
Бесінші есеп бөлінгіш 240 мың бөлгіш 4. Бөліндінің мәнін тап. 240 мыңды 4-ке бөлсек 6 мың. Әсі бөлінгішті 100 есе кемітсек, бөліндің мәні қалай өзгереді? 1000 есе кемітсек, қалайшы? 240-ты бөлу жақшасында 4-пен 100-дің көбейтіндісі 240 мың бөлу 400. 600 болады. 240 мың бөлу 4 көбейту жақшасында 1000. 240 мың бөлу 4000, біріншінің мәні 600, екіншінің мәні 60. Бөлінгішті кеміткенде бөліндің мәні де кемейді. 6-шы есеп көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте 120 тоннаны килограммға айналдырамыз. 120 мың килограмм. 32 килограмм 50 грамм. Бізде 32 мың 50 грамм. 10 сантиметріміз 100 миллиметр. 610 килограмм, 610 грамм. Есепті шығар. Отбасы мүшелері үйінің жанында жер учаскесінен бірінші күні 158 килограмм, екінші күні 148 килограмм, үшінші күні 165 килограмм картоп жинады. Үшінші және төртінші күні жинаған картоптың мөлшері бірінші және екінші күні жинаған картоппен бірдей. Олай болса, олар төртінші күні қанша килограмм картоп жинады? Бірінші күні 158 килограмм, екінші күні 148 килограмм, үшінші күні 163 килограмм, төртінші күні белгісіз. 158 қосылу 148 306 килограмм, бірінші екінші күндері 306 азайту 162 тең болады 143 килограмм. Төртінші күні 143 килограмм картоп жинады. 8-ші есеп. Бос орынға қажетті цифрды жаз, сыныптастарыңа арнап осыған ұқсас тапсырмалар құрастыр. Бізде 3028 берілген, 5809 ортасындағы сандар белгісіз. Ендеше біз есепті шығарайық. 3528 қосу 5879 мәні 9407. Келесі есеп 5687 2222 саны қосамыз, сонда 7909. Келесі 47 саны ғана берілген, 379 сандар ғана берілген. 47831 қосу 58379 мәні 106210. Келесі есебіміз 44905 ке 52379 қосамыз, 97284. 9-шы есеп. Есепте және тексер. 324.200-ді бөлеміз 100-ге, 3242. 24-ті 10 мыңға көбейтетін болсақ, 240 мың. 3.320.000-ді мыңға бөлетін болсақ, бізде 3320. 2321-ді 3-ке көбейтсек 6963. 3212-ні 3-ке көбейтсек 9636. 3242-ні енді бұл жерде тексер деп тұр. Бірінші есеп тексерсек, 3242-ні 100-ге көбейтсек 324200. 240-ді 10 мыңға бөлсек 24. 3320-ны 1000-ға көбейтсек 3.320.000. 6963-ті 3-ке бөлсек 2321. 9636-ны 3-ке бөлсек 3212. Міне балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.